Бұл баланы кім алды жұмысқа? Не үшін алып отырсыздар? Не үшін алғаныңыз? Бұл бала қазір заңды түрде шығып еді ғой жұмыстан. Заңды үстіне кірді қайтадан. Не үшін кіреді? Карта ойнап қайтадан кіру керек пе? Карта ойнаған жоқ та. Енді? Ондай мәселе салмады. Енді? Не үшін шығарды білесіз бе сізді? Жоқ, мен сөйлесе алмайды екен. Жоқ, бұл баланың орнына басқа адам жоқ па? Жұмыс істейтін? Мемлекеттік қызметке алынбайтынын білеміз. Шығарып жібергенін де білеміз. Бірақ енді қайтадан көке, мәке, сәкеге басып кеткен жоқпыз ба? Мәке, сәке деген жоқ. Бұл кісінің несі бар, өзі стажы бар, осы жерде бірікті маман болғаннан кейін біз бұл кісіні келіп жатпен алып отырмыз. Одан басқа адамдар жоқ па? Істейтін не жоқ. Именно осы сала бойынша бұл кісі өзі стажы бар, 4 жыл болған, 4 жыл ма, қанша? 5 жыл. Жоқ, сіз алып қала аласыз ба бұл кісіні қазір? Қазіргі таңда желіге салсам алып қала аласыз ба? Негізі заңды түрде шығарып жіберген ағам. Заң талаптарына сәйкес етілген. Заң талаптарына сәйкес ешқандай не жоқ. Бұл мемлекеттік қызметте емес, бұл келісімшартпен. Жоқ, келісімшартпен басқа адамдар да толып жатыр ғой. Алатын болса. Осы іскерлік не болғаннан кейін жұмысқа алып отыр бұл кісіні. Осы сала бойынша маман болып неткеннен кейін, жақсы жұмыс өзін көрсеткеннен кейін жұмысқа алып отыр. Басқа да адамдар орнына таласып жатқан адамдар көп. Ешқандай таласқан ешкім жоқ. Бізге келіп жұмысқа тұрғанда неткен жоқ. Біз жұмысқа тұра алмай жатырмыз. Енді ол ешқандай не жоқ. Мен ештеңе айта алмаймын. Бізге ешкім басқа осылай жұмысқа тұрам, бүйтем деп ешкім сіздерге келмесе де біз сұрап жатырмыз. Жұмыссыздықтан бар. Бірақ ешкім орнын босатпай тұр. Жұмыстан шығарып жіберген адамдарымыз қайтадан қайтып келіп жатыр дейді. Сонда халыққа не айтасыз? Жұмысқа шығарғанда бұл не? Мемлекеттік қызметкерлерден нетті, шектелді. Сосын қайтадан алдыңыздар. Мемлекеттік қызметкер емес. Біз келісімшартпен осы білікті маман болғаннан кейін осы жұмысқа алып отыр. Өзін көрсетіп, осы жерде іскерлік жасап отқаннан кейін оны қайтадан біз келісімшартпен алып отыр. Келісімшартпен басқа адамдарды алса болмай ма екен? Болатын еді ғой, басқа келген жоқ ешкім, не істеймін? Жоқ, уже 2 жыл болды елдің бәрі сұрап жатқанына. Жұмыс жоқ деп қайтарады. Мен Айбекке ылғи барам сол жерге, мысалы. Оның үшін бізге келіп жатыр деп маман неткен жоқ, осындай нелер бар. Болды онда. Бұдан кейін Балқаш ауданы біліп отырады.